Жұмыс істейтін әйел мен жұмыс істемейтін әйелдің бала күтімі бойынша алатын пособиясындағы айырмашылығы неде? Мен Мадина Елубайқызы ИП жүргізу бойынша және де декреттік төлем бойынша 3,5 жылдық тәжірибесі бар практик эксперт боламын, кәсіби бухгалтер. Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінің 78-80 бабы бойынша жұмыс істейтін әйелге бала күтімі бойынша соңғы 24 айдағы орташа табысының 40% төленеді. Ал жұмыс жасамайтын әйелдерге бала санына қарай мемлекеттік пособия тағайындалатын болады. Мемлекет бәріне бірдей жәрдемақы тағайындамайды. Заңда солай бекітілген. Неге олай? Өйткені жұмыс жасамайтын әйелде әлеуметтік аударымдар жоқ, табыс жоқ. Жеке кәсіпкерлігі бар, бірақ табысы жоқ. То есть ИП-сі нольмен жүріп тұр. ИП ашып, немесе соңғы айларда жұмысқа шықсам, болды деп ойлайды. Бірақ заң оны есептемейді. Есте сақта, больничныйың басталғаннан кейінгі табыс есепке кірмейді. Сенің декрет бала күтімі бойынша ақшаң соңғы 12-24 айдағы дұрыс жүргізілген табысқа байланысты. Дайындалмасаң, тексермесең, бірталай ақша жоғалтасың.